Халықаралық жағдай күннен күнге күрделі болып келе жатыр. Украинада әбден тығырыққа тірелген Ресейге енді Солтүстік Корей көмектесіп келе жатыр. Солтүстік Корейдің ешқандай шамасы, экономикалық мүмкіндігі жоқ. Оның әскери техникасы не Қытайдікі, не орыстікі болады. Орыстың өзі оған тек соңғы кезде әбден тат басқан темір терсегін ғана беретін болған. Ал Қытай негізінен оны азық-түлік дәрі-дәрмекпен қамдаушы еді. Сөйтіп, Оңтүстік Корейдегі және Жапониядағы Американың әскери базасына қаратып, үргізтіп қойған Қытай мен Орыстың ортақ бағып отырған, ортақ меншіктегі иті сияқты болған Солтүстік Корей енді шекарадан ресми түрде қару-жарағын Ресейге тасымалдауды бастады. Ал бұл туралы қазірше Америка тарап, Жапон тарап ешқандай бір қарекетке бара алмай отыр. Орыстың күні Солтүстік Корейге қалғаннан кейін-ақ шипасының біткені сол деп ойлауға бола береді. Ал Қытай тарап болатын болса, үлкен өзгерістің алдында тұр. 33 жылдан бері тек ақшаның соңына түсіп кеткен Қытай халқы 1989 жылғы Тяньаньмэндағы көтерілістен кейін бірінші рет көтеріліске шықты. Қолдарына ақ қағаз ұстап, Қытай билігіне деген наразылығын білдірді. Бірақ Қытай билігі қалай дегенмен ымыраға келуге мәжбүр болды. Себебі көтеріліске тұтас Қытай халқы шығып кетті деуге болады. Қазірге дейінгі деректе Қытайдың тек ірі қалаларының өзінен 30 шақты қала, ал орта шағын қалалары, аудандары, ауылдарында ол қисап жоқ. Олар жүздеп, мыңдап саналуы мүмкін. Себебі карантинді сылтауратқан Қытайдың атқамінерлері кәдімгі қалаларды құрсаулау, карантинге жабу, бұғаулауды үлкен ақша көзін айналдырып алған. Соңғы кезде Жаң Шаншан деген әйелдің аты бүкіл дүние жүзі ақпаратында ең танымал атқа айналды. Себебі оның атасы анау Мау заманынан келе жатқан қайнатасы. Ал өзінің атасы да Қытайдың былайша айтқанда коммунист ақсүйектері, арғы тегі сол Мау заманының коммунистері. Өзі сондай жаңағы екі ірі әулеттің анау арғы аталарынан Мау заманда жаңа бай-бағланның, ірі коммунистердің, ірі мансаптылардың әулеті болған бұлар енді үшінші ұрпақ биліктегілер бір өзі 35 компанияны тіркетіп алған, сөйтіп ол тіркетіп алған компаниялары халықты медициналық жабдықтармен және тестілеумен жаңағы қамдаған. Тестілеу заттарымен және тестілеу сервисімен, қызмет көрсетумен. Ал оның бәрін мемлекет бюджеттен ақша төлейді. Бір өзін 35 компания. Ал бұл компаниялар қай жерде тіркеледі, сол жердің халқы карантинге жабылады. Сөйтетті мәжбүрлі түрде күніне бір рет, жаңа кейбір жерлерде күніне 2 реттен әрбір халық тест тапсыруға міндетті болады. Аузынан, мұрнынан, жаңағы мұрындағы сұйықтық немесе ауыздың жаңағы сілекей сұйықтығын тапсыруға міндетті болып отыр. Енді осыдан ақ ойлай беріңіздер. Оларға мемлекеттік медициналық сақтандыру компаниясы ақша төлеп отыр. Енді сол Жаң Шаншан бюджеттің есебінен қырғын ақша тауып отырды. Оның компаниясы тіркелген жердегі қалалар жаппай карантинге жабылып, халық мәжбүрлі түрде оның компаниясына барып тест тапсыруға міндеттелді. Енді осыдан ақ біле бересіздер. Бұл үлкен бизнеске айналып кеткен. Енді қазір Қытайда қалаларды карантинмен шешіп жатыр. Мысалы, халық ереуілге шыға салған кезде Урумши қаласын карантиннен ажыратқаныменен, бірақ кейбір микрорайондарды жабу қайта басталып кетті. Шанхайды карантиннен ажыратқанымен, кейбір микрорайондарды қайта жаба бастады. Гуанчжоуда да солай. Адамдар карантиннен құтылу үшін ақ қағаз көтеріп ереуілге шыққанда халық қатты қуанып кетті. Себебі билік бейне оларменен ымыраға келген іспет танытты. Сөйтті де енді солардың жаңа көтерілісті бастаушылармен, яғни ақ қағаз көтеріп наразылық танытушыларды тұтқындауменен айналысып кетті. Бірінші рет осы ақ қағазды көтеріп наразылық танытқан студент қыз қазір өлтірісі белгісіз тұтқындалды. Оны бірнеше күн бұрын YouTube'тың коммунити арнасында қыздың фотосымен тұтқындалғанымен қосып ақпаратты жариялаған болатынбыз. Енді
Қытай қазір мүлде түсініксіз жағдайда. Көп жұрт ойлайды, көтеріліс нәтиже берді, билік ымыраға келді, енді осыменен Қытайда карантин аяқтайды. Ендеше бір сұрақ, триллиондаған доллар ақша жұмсап, триллиондаған доллар салып жатқан анау докторханалар, фаңсаңияндар, анау изоляциялайтын орталықтар, анау 500 адамнан 3000 адам, 5000 адамға дейін салынған, қаланың сыртындағы тұтас бір өзі қала сияқты болған металл конструкциялық үйлер, пластик материалдардан жасалған үлкен анау азық-түлік сақтайтын қойма сияқты үйлер, қабат-қабат темір керуаттар қойылған. Соның бәрі қырғын ақша. Ал бұның барлығы неге салынып жатыр? Демек, бұл жерде Ши Цзиньпин Қытайда карантинді тоқтатса, онда осыншама ақша, осыншама шығын мемлекетке не деп есеп беріледі? Менше Қытайда карантин бүгін бір жерден шешіп, ертең екінші жерді жауып, одан үшінші күні ана қаланың мәлім бір бөлігін карантинге жауып, өстіп итшелеп басқаруды жалғастырады. Себебі бұл ауру деген өте жақсы сылтау болды. Әрі ақша жасайды, бюджеттің ақшасын ұрлайды. Әрі кез келген сөзін тыңдамаған жердің халқын, ереуіл көтеріс болуы мүмкін деген жердің халқын бас салып, карантинге жауып тастайды, қамап тастайды. Және саяси көзқарасы өздерін ұқсамайтындарды да бас салып, жауып тастауға, қамап тастауға өте қолайлы болды. Енді бірі түсініксіздігі Қытай билігі соңғы кезде омикрон туралы аяқ астынан дабыл қаға бастады. Ойбай, мынау COVID-19-ымыздың ең жеңіл түріне ауысыпты дейді. Бірақ кезде мынау Си Цзиньпин таққа шығып, жайласып, жайғанып, отырып алғаннан кейін. Сөйтіп енді омикрон болаған. Омикронды бүкіл жер әлем біледі. Омикрон COVID-19 сериясының ішіндегі ең жеңіл түрі. Оны батыстың ақпарат құралдары не деп айтты? Батыс оны Құдайдың адамзатқа сыйлаған тегін екпесі деді. Иә, шынында тегін екпе. Себебі омикронның тарау жылдамдығы ковидті шаңғаптырады. Ол өте жылдам тарайды. Өте жылдам тарайды. Бірақ оның адамға салатын азабы жай жұқпалы тұмаудан, жұқпалы жөтелден де жеңіл. Кәдімгі суық тиіп ауыратын, қыста жалпы беттік бір жерлерде жаппай тарайтын тұмаудан, жөтелден әлде қайда жеңіл. Бірақ ол кәдімгі COVID-19 сериясының қасиеті бар. Адамдарды өте жеңіл азаптайды, бірақ денесінде иммунитет қалыптастырады. Яғни Құдайдың өзі жіберген тегін екпе. Енді осыны Қытай билігі аяқ астынан мына Халық газетінде, Қытайдың Синьхуа агенттігінде енді өстіп ойбай коронавирус қазір омикронға ауысты. Омикрон дегенің Америкада бір жылдың алдында болып қойған дүние. Оған ешкім таңырқамайды. Бір жылдың алдында олар болып тарап қойды. Адамдар онымен өте жеңіл ауырады. Бейне, екпе салған кездегі ауырғандай ауырады. Енді жасырар жоқ, мысалы мен екпе салғанда енді өте қатты қиналдым. Өте қатты қиналдым. Ал енді ана омикрон ол тіпті одан жеңіл тоқтайды. Яғни екпе сияқты. Енді Қытайлар соны айта бастады аяқ астынан. Сөйтіп, өздерінің мынау енді бәлем бай уақытында Ши Цзиньпинді таққа отырғызып алғанға дейін бүкіл мемлекетті құрсаулағандарына бір сылтау тапқысы келетін сияқты.